Одан кейін шыны керек өз-өзімді танып, ең бірінші енді жұмыс орным практикант ретінде бұл даму болған. Ең бірінші адамды бұл қуатты адамға әкелетін бір нәрсені таныдым. Нетворкинг. Тек қана бизнес емес, өмірдің барлық категорияларында, өмірдің барлық ситуацияларында нетворкинг ол бірінші орында болады. Бизнесте 70-80% бөлігі бұл нетворкингке байланысты болады. Қалғаны бұл команда, талант, адамның жұмыс істей алу, управленческий менеджмент дейді ғой, соның бәрін дұрыс компанияға енгізе алу, бұның бәрі соған байланысты болады. Ең бірінші нетворкинг. Ал одан кейін айтатын нәрсе бұл бұл бірінші сатысы, ал foundation, фундамент дейді ғой, фундамент мен айтып кеткендей бұл дисциплина. Адам өз-өзінің мысалы спортқа келу, адам өз-өзінің мысалы план жасау. Осы аудитория отырған, мен ықылас ниетпен келген адамдар ғой, шындарыңды айтыңыздаршы, ертеңгі күнге мысалы планы бар адамның өзі қолын көтерсінші. Ертеңгі күнге өзіңіздің планыңыз бар, Мына жерде 40%-ға дейін адам жетіпті ғой, сіздерге дуғал шапалақ. Ал қалғандар 60%-ке мен айтатын бір. Бүгін үйге келіп, өзіңіздің бір ежедневник болса, бір блокнот тетрадь болса, сол тетрадьті алып, қағаз болсашы, сол қағаздың бетіне ертеңгі күнге қандай планыңыз бар, соны жазу керексіз. Және бұл айтылып отқан инсайтты сіз әрдайым, әр күн сайын жазып отыру керексіз. Мысалы, өзіңіздің кімде қазір смартфон бар, смартфон? Қолыңыз көтеріңізші, смартфон. Любой смартфон, Samsung не болсын, бәрінде телефон бар, Телефонда қазір функция бар да, календарь деген. Сол календарьдің ішіне кірсеңіз, өзіңіздің планыңызды сағат сайын, минут сайын, секунд сайын жазып отыруыңызға болады. Және ол өзіңізді енді қайта-қайта сізге информацияны беріп отырады, напоминание ретіндеші. Осыдан бастасаңыз, нұр үстіне нұр болады. Себебі адамдардың 90% өзінің пландарын жасамайды. Сол себептен өте көп қиыншылыққа ұшырайды. Екінші дисциплина бұл қаржылық дисциплина. Көбіміз шыны керек, қазақ болған соң, мысалы үйде телевизор алады, үлкен панельді телевизор алады, үлкен холодильник, трехкамерный холодильниктер алады, ол холодильниктің ішінде продукты бар ма жоқ па, ол екінші сұрақ. Көбісі бір iPhone шықса, бірінші iPhone-ды жүгіріп барып соны алады. Кредитке батып, қарызға алып, сол iPhone X-ті алу керек. Бұл өмірдің мақсаты сол iPhone X-ті алу керек. Не үшін? Не үшін? Қазақ, беспонтовый қазақ дейді. Енді бұл, қалай айтсаңыз, әрбір телефон, мысалы, Nokia болсын, LG болсын, функционалдық несін алсақ, ол көпке енді арасы көп емес. Бірақ та iPhone X 470 мың теңгеге iPhone X-ті сатып алып, сол неге кредитке алып, өзінің қаржылық планынан айырылтып, мысалы, өзінің үйінде керек нәрсені сатып алмай, сол iPhone X-ті сатып алған адамдарды мен енді қалай айтсақ, жоқ, бұл не понимай емес. Есі дұрыс адам ба деп ойлайын да. Шыны керек, осында есі дұрыс емес адамдардың ішіне менде болғанмын. Әйтеуір бір сотовый телефон шықса, соны бірінші барып алу керек. Қарызға батып, кредитке алып, әйтеуір еще кредит бермейді маған. Сенің кредитінің историяң қызық екен, жұмыс істемейсің, бірақ та кредитке ала береді екенсің деп. Сол себептен ең біріншіден, мысалы, iPhone-ды алсаңыз, қандай ол сізге пайдасы болады деген сияқты сұрақ қойыңыз керек. Любой нәрсені алсаңыз, қандай пайдасы келеді. Мысалы, сіз iPhone-мен блог снимать етіп, мысалы, SMM жүргізсеңіз, рекламдық бір материал дайындасаңыз, оның хотя бы бір, мен 100% демеймін, хотя бы iPhone-ның 25%-ның енді қалай енді функционалын істей алсаңыз, сіз күшті адам боласыз. Себебі
барлық адам дүниежүзінде айфонның тек қана 5%-ін біледі. Функционалдың тек қана 5%-ін пайдаланады. Болды. Звонок, WhatsApp, камера, селфи, Instagram, Facebook. Тағы не істейсіздер? Календарға жазам мен сияқты. Заметки, Тағы не бар? WhatsApp, Telegram, ана бәрі болады. Басқа ештеме пайдаланбайды. Бірақ та айфонның функционалы бұл программалардан мыңдаған емес, миллиондаған программалар шыққан. Көп нәрсені істеуге болады, бірақ та адамдарға бұған енді сілтемелерін қарайды да, болады, болмайды, оны бәрібір деп. Ал шыны керек, сіздер өзіңіздің қаржылық дисциплинаңызды жасасаңыз, мысалы, кімнің зарплатасы 200 мыңнан асады? Көтеріңізші қолдарыңызды. Мына одан адам счастливчик екен. Қалғандардың бәрі студент, өзіңіздің енді алып отқан зарплаталарыңыздан, мысалы, ай сайын бір 10%-ін депозитқа салып отырсаңыз, қызық нәрсеге келесіз. Біріншіден план жасау керек, екіншіден осы қаржылық планға сәйкес өзіңіздің 10%-ін депозитқа салып отырсаңыз, сіз дүниежүзіндегі 3% адамға кіресіз. 3% өз-өзінің алға тарту, жоспарлау өмірін және бұл қуатты адам болуға енді әбден дайын адамдардың 3%-на кіресіздер. Қалған 97% бұндай істерді істемейді. Бүгінгі тамағын жейді, бүгінгі идеясын телефонына салады, бүгінгі бір киім киеді, ешқандай депозит туралы, ешқандай қаржылық план туралы, өзінің өмірдегі план туралы бұл жерде сөзді қозғалмайды. Тек қана 3% адам осыны істейді. Сіздер бүгінгі инсайтты пайдаланып, өзіңізге жазып алыңыздар. Біз сіздермен келешекте бір айдың ішінде тағы да бір жиын осылай бір істейміз. Сол жиынға келіп, өзіңіздің бір айда осы инсайтқа енді инсайтты пайдаланып, қандай жетістіктерге жеттіңіздер, қандай пайдасы бар болды, осы информация маған бересіздер. Уәде бересіздер ма? Осы инсайттарды мен сіздерге бостан-бос айтып отырған жоқпын. Себебі бұл инсайттарды Брайан Трейси, Роберт Кийосаки, Хилл болсын, Гейтс, Цукерберг, енді бай қуатты адамдар, дүниежүзілік бизнеспен, worldwide бизнестермен айналысып жатқан адамдар осы системамен жұмыс істейді. Себебі ең бастысы бұл өмірлік жоспар.